Сәлем оқушылар, бүгін бізде 3 сыныптың 55 тақырыбы төртбұрыш және бұрыш шаршының ауданын табу. Так, бірінші тапсырмадан бастаймыз. Қараңыздар, шаршының аудан табу үшін бізде мына формула қолданылады. Яғни, шаршының екі қабырғасы да тең болғандықтан біз екеуін де А деп аламыз және А-ның квадраты болады. Қатар бойынша саны шаршыда қанша қатар бар? Әрбір қатарда қанша төртеуі бар? Қараңыздар, қатары бізде бір қабырғасында 4 шаршыдан бар, иә? Әрбір қатарда қанша төртеуі? Мысалы, 4 қатар бар, 4 қатарда 4 төртеуі бар. Шаршының ауданы қаншаға тең? Шаршының ауданы 16-ға тең. Өйткені мына біреу, екеу, үшеу, төртеу, сондай дәл сондай төртеуі бар, бізде 16-ға тең болады. Келесі, тіктөртбұрыштың қабырғаларын өлшеу ауданын әртүрлі тәсілмен тап. Ұзындығын еніне көбейт, немесе енін ұзындығына көбейт дейді. Дұрыс, бұл дұрыс. Келесі, ешқандай мәні өзгермейді. Көбейткіштердің орнына ауыстырғанмен көбейтіннің мәні өзгермейді. Келесі 5-ші тапсырмада қарайық. Так, мына жерде 5-ші тапсырманы орындамас бұрын, мына жерде қараңыздар. 1 дециметр квадрат бізде 100 сантиметр квадратқа тең, 1 метр квадрат 100 дециметр квадратқа тең екен. Так, келесі тапсырманы қарайық. Мына жерде жазып қойдым, қараңыздар. 1 дециметр квадрат 100 сантиметр квадратқа тең және 1 метр квадрат 100 дециметр квадратқа тең деп. Келесі 6 дециметр квадрат дейді. Міне, 6 дециметр квадратымыз, қарайық. 6 дециметр квадрат, не 5-ші тапсырманы орындап жатырмыз, тең болады 600 сантиметр квадрат. 6 метр квадрат тең болады 600 дециметр квадрат. 3 метр квадрат тең 300 дециметр квадрат. 3 дециметр квадрат тең болады 300 сантиметр квадрат. 5 дециметр квадрат тең болады 500 сантиметр квадрат. 5 метр квадрат тең болады 500 дециметр квадрат. Келесі тапсырма тіктөртбұрыштың белгісіз қабырғасын ауданын табыңдар дейді. Алтыншы тапсырма. Так, ұзындығы бізде біріншісінде 5-ке тең, ұзындығы 5-ке тең, ені бізде белгісіз, ауданы 15-ке тең. Так, S тең А көбейту Б деген формулада ұзындығы ауданы 15-ке тең, ұзындығы 5-ке тең, ені X деп аламыз. X-ті табу үшін 15-ті 5-ке бөлеміз. X тең 3, B тең 3-ке тең. Келесі екіншісінде, мына біріншісі ғой, екіншісінде қараңдар, ұзындығы бізде белгісіз, ені 4-ке тең, ауданы 24-ке тең. Тағы да S тең А көбейту Б деген формула қойсақ, S 24-ке тең, А белгісіз, А деп ала берейік, Б 4-ке тең. А-ны табу үшін 24 4-ке бөлем. А тең 6-ға тең. Келесі, жылыжайда тіктөртбұрыш және шаршы пішінді атыздар жасалды. Жылыжайдағы тіктөртбұрыш пішінді атыздың ұзындығы 6 метр, ені 4 метр. Ал шаршы пішінді атыздың ұзындығы 5 метр. Қай атыздың ауданы үлкен және қаншаға тең? Асыншы есеп. Бірінші тіктөртбұрыш бар және бір шаршы бар, иә? Мына тіктөртбұрыштың ұзындығы 6 метр. 6 метр, ені 4 метр. А 6-ға тең, Б 4-ке тең. Осының ұзындығын, осының аудан тауып көрейік. S тең А көбейту Б деген формулада А 6-ға тең, Б 4-ке тең. Сонда бізде аудан шығады 24 метр квадрат. Келесі, ал шаршы пішінді атыстың ұзындығы 5-ке тең. Шаршының ережесі бойынша ұзындығы да ені де бірдей, ені де 5 болады. Так, А тең 5 болса, S тең А көбейту А деген формула бойынша өзін-өзі көбейтеміз. Сонда бізде жауабы 25. Енді бізден сұрап тұр, қай атыздың ауданы үлкен дейді. 25 метр квадрат болады, иә? Бірінші атыз бізде
24, екінші атыз 25. Қайсысы үлкен? Яғни 25. Екінші мына шаршымыз үлкен екен. Әсінші есеп. Жылыжайдағы қияр егуге арналған жердің ауданы 12 метр квадрат, ұзындығы мен енін қандай болуы мүмкін? Ауданы бізде 12 метр квадрат. Бізде сұрап тұр. Мына тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін дейді. Ұзындығы мен ені қараңыздар, қандай екі санды көбейткенде 12 болуы мүмкін. Мысалы, 1 мен 12-ні, 2 мен 6-ны, мынадан да 12 шығады, мынадан да 12 шығады. 3 пен 4-ті, бұдан тоже 12 шығады. Тағы, мынау енді ұзындығы, мынау ені, ұзындығы, ені деп алсақ, керісінше түрінде алуға болады. Мынаның ұзындығы ені деп, мына 6-ны ұзындығы 2-ні ені деп, 4-ті ұзындығы 3-ті ені деп алуға да болады екен. Сонымен осыны жазып аламыз. Келесі 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырмада қарайық. Біріншісі 450 азайту 50 және мұнда 450 азайту 400. 450-ден 50-ді азайтатын болсақ, бізде 400 қалады. Ал 450-ден 400 азайтатын болсақ, 50 қалады. Так, 400 үлкен ба, 50 үлкен ба? 400 үлкен. Келесі екіншісі. 678 минус А, 786 минус А. Так, 786-ны, мысалы, А-ның орнына біз 5-ті алып көрейік. 678-ден 5-ті алайық. 786-дан тоже 5-ті алайық. Мынадан бізде 673 болады. Мында 671 болады. Мына үлкен, демек мынадан мына үлкен болады. Келесі үшіншісінде 1000 азайту 400, 1000 азайту 6. Мынада бізде 600 шығады, мынада бізде 994 шығады. Қайсысы үлкен? 994 үлкен. Төртінші есепте 120 қосу 90, мынау 340 азайту 50 болады. Так, екеуін қосатын болсақ, 210 болады. Мына екеуін қосатын болсақ, азайтатын болсақ, 290 болады. 210 үлкен ба, 290 үлкен ба? 290 үлкен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Жалпы мына жерді бір қарап кетейік. Тағы қандай шығарылмай қалған есептер бар екен? Түсінікті деп ойлаймын. Қалғандары. Үшінші тапсырмада тіктөртбұрыштың аудан табу үшін оның ұзындығын еніне көбейту. Мына жерде ережеде. Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Тағы да осындай видеолар шықсын десеңіздер, лайк басып, менің каналыма подписка жасап кетіңіздер.